Ақпарат кетіп жатыр. Nerede 140 адам қалыпты, тағы бірдеңе қалған шығып кетті деп. Мына жерде мен кәсіп одағында 1000 үстінде адам бар. Екінші кәсіп одақта бір 20-30 адамы қалды ма, қалмады оны білмеймін, өздері біледі. Сосын бұл жерде түгел менің 1000 үстінде адам тұр. Кәсіп одақтың, екінші кәсіп одақтың бұл жігіттері тұр, мен қалыппен біргемін. Өздерін бастап жүрген бір 5-6 адам бар, соның бір азғантай адам бар, соны 20-30 адамдай жұмыста. Екі кәсіп одақ бар. Общий 1160 сондай адам бар бізге мекемеде. Соның 20-30 адам бар. Екінші кәсіп одақ. 1000-ның үстінде менің кәсіп одағымда, бірінші кәсіп одақта. Бұрыннан келатқан. Екінші кәсіп одақты мына Али Гайдарбаев дейтін болды, Мемлекет Сатбаев деген болды, сөйлеп дейтін бар, соның үстін басқарып отыр. Басшылықпен комитетке жұмыс жасайтын адамдарға ол елге қарсы адасын айтып кетейін, басым шау болады. Соны айтып отыр. Елге де айта жүр, жерде түгел 1000 үстінде адам тұр. Бұрынғыша қалай бастады солай. Жаңа өртін тез ақпаратта соны халыққа айта жүр деген мақсатта айтып отыр. Сосын бізге шамамыз келсе енді мемлекеттің басына дейін хабарладық, Тоқаевқа дейін. Енді кеше бір жиналысымызда совет директорының адамы жатыр. Енді ол келе алмайтын болса, жаңа айтып отқан біздің осы Маңғыстаудан кеткен жаңа үкімет Жаңбыршин мен Мұсабаев Самат келсін, сосын Алмасадан Сатқалиевті алып келсе деп едім. Еткізсеңіз тағы да. Көмек сұрап отырған. Басқа саясат затпен шаруамыз жоқ біздің. Тек бізде заң шеңберінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың есім берген үздік көрсеткіштің ие болған қолдауымызды ухудшениеге жіберіп, соны қайттан орнына қойып, ары қарай мына талаптарымызды шешеміз, өздері келсе, өздері келмей отыр талап. Біз не істейміз? Соғыса түспейміз ғой. Заң шеңберінде өзіміздің мекемемізде отыр, сыртша саясат қылады. Сосын баяғы 11-де ауыз үйге мына жігіттер шыққысы келмейді. Айта-айта біреуді қолшап барып олғысы келмейді. Солай ғой жігіттер. Сол себептен осыдан шықпай, осының ішінде шешеміз деген ұйғарымға келіп отыр. Рахмет жігіттер. Сау болыңыз.